Барлығымызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін өте жеңіл және тез дайын болатын пайдалы, майы аз тамақ дайындаймыз. Бізге тауықтың төс еті қажет болады. Видеодағыдай пышақпен кесіп шығамыз. Қатты кеспеңіздер, тек бетін ғана кессеңіздер жеткілікті. Тұзды және тәтті қызыл паприканы сеуіп шығамыз. Екі сарымсақты майдалап тураймыз. Тауықтың төс етін ұнға аунатамыз. Қыздырылған табаға 1 шай қасық сары май жағамыз. Жаңағы тауығымызды салып, қақпағын жауып, екі жақтан пісіреміз. Үстіне сарымсақ саламыз және 100 грамм су құйып қақпағын қайтадан жабамыз. Үстіне жарты шай қасық бал және 1 ас қасық соевый соус құйып, екі жақтан дайын болғанша дейін пісіреміз. Менде шамамен 20-25 минуттай пісті. Достар, сіздер көріп отырғандай, тауықтың төс еті өте сочный болып шықты. Дәмі шынымен де ауызда ериді және бұл тауықты рационға қосып арықтауға болады. Осы рецепт бойынша енді көп істейтін боламын. Қасына гарнирға гречка істедім. Сіздер қалауыңыз бойынша күріш, макароны істесеңіздер болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.